Қайырлы күн оқырман! Эпиграф мультимедиалық оқулықтар порталының оқытушыларға арналған арнайы құралдарын пайдалану жөніндегі нұсқаулық. Порталға тіркелгеннен кейін басты бет ашылады. Платформада сабақ өткізу үшін сізге топ құру керек. Ол үшін экранның сол жақ жоғары шетіндегі мәзірде «Менің тобым» бөліміне өтесіз. Топты қосуды таңдап, көрсетілген мәліметтерді толтырасыз. Топтың атауын, курстың ішінен өзіңізге қажет тақырыптағы сабақты таңдайсыз және сабақ кестесінің уақытын белгілейсіз. Қосу батырмасын басып, топты құруды аяқтайсыз. Сізде топ құрылды, енді әрекеттер деген жерде 3 нүктені басқанда курс туралы мәзір шығады. Журнал және статистика бөлімінен курстың қолданылуы жайлы нәтижелерді көресіз. Тексеру тапсырмалары деген бөлімнен қай студент тесттен өткені туралы ақпарат аласыз. Өңдеу бөлімінде курста өзгерткіңіз келген ақпаратты өзгерте аласыз, мысалы, курс уақытын өзгерту, курстан студентті топтан өшіру немесе топқа қосуға болады. Сақтауды басып, өзгертілген мәліметтерді сақтап отырасыз. Сауалнама бөлімі бұл оқытушылардың пікірлерін білу мақсатындағы сұрақтар. Өшіру деген жерде сіз құрған курсыңызды өшіресіз. Басты мәзірдегі басылымдар каталогы бөліміне өтіп, берілген қолжетімді кітаптар арасынан өзіңізге қажет оқулықты таңдайсыз. Сол жақ бұрышта кітаптың мазмұны берілген, мазмұн бойынша сабақтар видео форматында да, мәтін форматында да берілген. Әр тақырып бойынша студенттерге арналған тесттер, кестелер мен жұмыс тапсырмалары бар. Студент тапсырмалардан өткеннен кейінгі нәтижесі тексеру тапсырмалары бөлімінде көрсетіледі. Дерекқормен жұмыс істеу үшін ғылыми кітапхананың сайтына кіресіз, сілтеме жоғарыда сипаттамада көрсетілген. Назарларыңызға рахмет!